үзэн суугаа эрхэм хүндэт үзэгчдийнхээ энэ өдрийн амар амгалан айлтган мэдчилж байна. Саян телевиз самбаарг өгөөж хувьцаат компаниас хамтран зохион бүтээж байгаа Аль Наврзын баярыг тохиолдуулан бэлтгэсэн нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. Нэвтрүүлгээ эхлэхээс өмнө та бүхэндээ Наврзын баярыг тэмдэглэх болсон түүхээс цохос дуртахыг хүсэж байна. Наврз баяр бол дорны улс орнууд тэмдэглэн өнгөрүүлдэг шашнаас ангид баяруудын нэг. Энэхүү баярыг хавар болж уран дулаан цаг ирж өдөр шөнө тэнцсэн буюу 3 дугаар сарын 21-ээс 22-нд тэнцэх өдрүүдэд тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уламжлалтай билээ. Армысыздар, құрметті көрермендер және де қонақтар, бәріміз асыға күткен Наурыз мейрамымыз да келіп жетті. Тойларыңыз құтты болсын. Наурыз жаңа күн деген сөз. Бұл күн біздің ата-бабаларымыз арғы тегіміз мыңдаған жылдардан бері тойлап келе жатқан жыл басы мерекесі. Наурыз тойымыз құтты болсын. Ұлыстың ұлы күні деп аталған Наурызда денсаулықтарыңыз мықты, тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Жыл басы Наурыз мереке әр нұрға әлем боянда. Наурыз тойы береке, тіршілік жаңа оянда. Жылдың басы Наурыз, жердің басы Наурыз, мерекеге арналсын бүгінгі ән жырымыз. Құрметті көрермендер, Наурыз мейрамына арнайы жасаған Саян телеарнасының әзірлеген бағдарламасы басталуға әзір болды. Сайн басқан эрхэм хүндэт телевиз үзэгчид та бүхэндээ Баян-Илгээ аймгийн засагдаргын нэрийн өмнөөс Наурыз баярын цогтой олон мэндийг өргөн дэвшүүлье. Манай Наурыз баяр маань жил бүрийн 3 сарын 22-нд тэмдэглэн өнгөрүүлдэг үндэснийхээ хамгийн том баяр юм. Ерөн бол бид Баян-Илгээчүүд 12 сарын 31-нд шинэ жилээ өгтөж тэмдэглэдэг. Дараа нь Монгол төмөнтэйгээ хамт цагаан сараа тэмдэглээд 3 сарын 22-нд энэ Наурзын баяраа тэмдэглэдэг. Наурзын баяр маань өнгөрсөн жилийнхээ бололт амжилтаа шүүн хэлцээд шинэ оныхаа зорилтоо тодорхойлдог хаврын баяр, нарны баяр юм. Энийг бол Наурз баярыг дэлхийд олон орнууд тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Манай Монгол улсын засаг төрөөс Наурзын баярт үеийн төрийн өндөрлөгөөд ирж манай Баян-Илгээчүүдтэй хамт тэмдэглэдэг. Өнгөрсөн онд ерөнхий сайд маань ирж 3 хоног ажиллаад засгийн газрын 6 сайдтайгаа хамт ажилласан байгаа. Бид энэ өнөөдөр Наурзын баярыг өгтөж манай Самбаар өгөөж компаниас аймгийн үеийн удирдлагуудыг салбарт ажиллаж байсан байгууллагын дарга нар мөн Ахмад уурдуудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлж Наурзын баярын мэндийг хүргэж байгаа явдал бол аймгийн засгийн нэрийн өмнөөс дахин баярснаа илэрхийлье. Энэ саян телевиз маань ч энэ Самбаар өгөөж компанид иргэдэх бас аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Сүүлийн үед бол энэ аймгийнхаа улсын их хурд засгийн газраас аймагт хийж байгаа ажлуудыг ард иргэдэд хүргэж байгаа хамгийн тийм том мэдээллийн хэрэгслийн нэг болж байгаа. Энэ боломжийг ашиглан нийт Монгол түмэндээ мөн улс орныхоо 408 хүс амьдран суугаа казак ахын дүүстэй Наурзын баярын мэндийг дахин хүргэе. 18 он манай аймаг улс орныхоо хувьд сайхан он жил болсон. Аймагт татварын орлого биелсэн, бүх салбар такс дэвшлэг гарсан, 50 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр хийгдсэн сайхан он жил болсон. 19 онд иннээс том ажлыг бид бол төлөвлөд байгаа. Бид бол олон жил энэ Баян-Илгээ аймагт Монгол ахын дүүстэйгээ казак, бронка, дөрвөт, хава ахын дүүс маань хамтран эв найртай сайхан амьдарч энэ Наурзын баяраа хамтран тэмдэглэж ирсэн. Манай улс орны маань аймгийн маань хөгжил бас хурдтай сайн хөгжиж байгаа. Өнөөдөр бол санаачлаг гарган компани төлөөлүүд манай аймгийн удирдлагуудтайгаа энэ Ахмад буурлуудыг хамтдаа ингээд хүндэтгэл үзүүлж байгаа явдал бол
баярлж байна. Ингээд шинэ ондоо та бүхэнд одоо эрүүлэнх байж хүн болгон айл өрх болгон одоо сансан бодсон сэтгэлсэн бүтэж дастархан нь илвэг дэлбэг хүмүүс нь одоо аз хэмэр цогцолбоотой байж аймаг улс орныхоо хөгжлийн төлөө ихийг хийж бүтэөхийг яриж байна. За улс он ах мол болсын барлықтарыңыз жақсы ойлатыңыздар. Бүгінгі бағдарламамыздың бас ұйымдастырушысы Самғарып Өгөөч компаниясының басшысы Инхволд мырзаға сөз кезегін берейік. Манай Самғар Өгөөч компани урлагийг хүлээж авч хөрсөн нэрсэн салбар болгоны нутгийн сайхан буурлуудаа энэ өдрийн төм намлага айлтгая. За ингээд манай Баян Хөлөгийн аймаг Монгол улстай онцлог аймаг Казак Уранхай дөрвд ард түмэн амьдардаг. Бид нар бас ингээд саяхан сарын өмнө цагаан сараа тэмдэглэсэн манай компани цагаан сараар одоо Уранхай дөрвд тува бас үндэсний бас настан буудуудыг бас хүлээж авч хүндэл үзүүлсэн юм аа. Одоо ингээд энэ Навруз баярыг одоо манай компани салбарын одоо нутгийн сайхан буудуудаа авч ирж энэ өдрийг энэ үдшийг одоо хамтаа өнгөрөөж байгаадаа компани захирлын маш туйлын баяртай байна. Тэгээд та бүхэндээ илгээрээ инх амлан төлөө төвшин амлан байхын бэлтгэл өд нь өргөн дэвшүүлээ улс он болсон аг мол болсон гэж өрөөл дэвшүүлье. Баярлалаа та бүхэнд.
Көрермендер, дәл қазір осы біздің Наурыз мейрамына арналған бағдарламамызда 13 шуақтың тұрғыны аймақтық партия комитетінің басшысы болып жұмыс істеген бұрынғы кезде өнеркәсіпке еңбек сіңірген қайраткер 84 жастағы Жүкей атамызда келіп отыр. Ендеше осы Жүкей атамызға сөз кезегін беріп, осы бұрынғы жұмыстап жүрген кезіндегі қызықты әңгімелерін тыңдасақ. Мына кештікке қолданы шақырумен келіп отырған қариялар, біздің бауырлар, замандастарға мына жаңа келе жатқан Наурыз мерекесімен құттықтап, дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық, барлық жақсылық тілеймін. Енді Наурыз мерекесі қазақтың ұлттық ең үлкен мерекесі. Бұл мереке дінге қандай бір саясатқа байланысы жоқ. Бұрынғы заманнан қалыптасып келе жатқан бұл мереке. Бұл мереке бір жылдың шығарып сап, жаңа жылды қабыл жатқан жылбас мереке, жазғы көктем мерекесі, жылдың 12 айының теңескен сондай мереке. Жалпысын айтқанда, жаңа өмірдің бастамасы басталып жатқан осындай мереке. Сондықтан бұл мерекені халқымыз ерте заманнан өте құрметтеп, ұлттық дәстүрде, ұлттық нақышта белгілеп келген. Мереке қарай барлық дайындығын істейді, ауыл үйінің екі басының тазалығын сақтайды, киімдерін тазартып, жаңа киімін киеді. Ең бір ерекшелігі осы мерекеде өзінде бар мүмкіндігімен барлық астардың түрлерін дайындайды. Соның ішінде бір ерекшелігі 3-5 түрлі дәм қосылған Наурыз көже деген істейді. Бұл көже сол мерекеде жақын туыс, үлкен кіші, ауыл аймақ, көрші, қолаң барлығы ауыз бөліп тиюге тиісті осындай дәм, осындай ас. Сондықтан енді әрбір үйде жасалып жатқан дастархан, Наурызға орай істеп жатқан көжелеріңіз құтты болсын, дәмді болсын, ас болсын. Мына жаңа жылдың жақсы асы болып сіздерге жақсылық әкелсін деп айтайын. Ал енді мен көп нәрсе айтамын, біз енді өткен қоғамда қызмет атқарған адамдармыз. Менің өз мамандығым негізгі инженер, одан кейін экономист болып, алғашында өндіріс басқардым. Мына өлгейде алғаш салынған Чехословакия елінің көмегімен салынған электр станциясын басынан бастап салдырып, сол станцияның басты істеп тұрдым. Одан кейін партияның енді талғамыменен аймақтық партия комитетінің екінші хатшысына келіп қойды. Онда бір 15 жыл істедім. Одан кейін сен аймақты шаруашылық басқарасың дегеннен аймақтың бірінші орынбасарын 3-4 жыл істедім. Одан кейін пенсияға шықтым, қазір 84 жастамын. Балалармен бірге халқымның ішінде аман-есен өмір сүріп жатырмын. Тіршілік жақсы. Үкімет, халық бәрі бағалады еңбегімді. Орды медалдар берді. Моңғолияның өнеркәсібіне еңбек сіңірген қайраткер деген атақ берді. Осыған разы болып, енді балалардың жанында, халқымның ішінде жақсы өмір сүріп келе жатырмын. Осыған енді өзім көңілім толады. Ал енді бүгін мына үлкен бизнесмен болды жолдас барлық қариялар мына мерекеге қарай қабылдап, ұлттық нақышта мынандай нәрсе ұйымдастырып жүріп жатқанына мен өте көңілім толып отыр. Жүкей атамызға көптен көп рахмет. Сіздің отбасыңызға бар жақсылықты тілейміз. Наурыз мейрамыңыз құтты болсын дейміз. Және де сол кісінің қасында отырған 84 жастағы қария автокөлік саласында көп жылдар жұмыстап, 42 жыл жұмыстап демалысқа шыққан Орал атамызға сөз кезегін берейік. Мен Орал деген ақсақалмын. Мен енді 1937 туғанмын. Қазір енді жасым 84-ке шығып бір жеті, 84-ке.
Енді бұрын мен енді бала жасынан бері сола бір есіктерде баяғы егінші, селесір, механик деген сияқты өрді солағы 1961 жылдар солағы жолашының күрсінден тауысып кеп, содан мына 130 машинаның ілініп отырған. Соны мен сөйтіп келе жатып солағы 1967 жылы бір есік класс өндіріс болған алғашқы шоферлік мамаринен солағы сол біздігінде сол машинені, бір машинені мен 130 машинені 20 жыл ешқандай ремонт істеп 1.200.000 километр жол жүргіздім. Ал енді ары қарай мен енді басқасын айтып көрейін, мына үкіметтен мен көптеген кіріс кіргіздім. Көптеген табысты шығардым. Мысалы, сен ашқызығын жаңа бастама шығарып, мына соңғы 20 жылда 30 тоннадай бензин сатып өкемдіктім. Біліңіз ба? Сонда еңбек көп сіңірді. Мына мысалы 82 жыл мына Сайсын бригадтегі мысалы социалистер бригадтеген еңбек бригадын құрып, мысалы соның арқасында көптеген өкіметке өте көптеген кіріс кіргізіп келген қарияның біреуімін. Қазір енді Аллаға тәуба көптеген орды медал ие болдық. Еңбегімізді сол кездегі өкімет бағалады. Ал енді мысалы сол кездегі менің мүшелерім мысалы жаңағы Балжындиям, мына Дөкейхан, Мәден дегендеріңіз менің мүшелерім болды. Соларды мына аймақтық саңлақ шоферлер қатарында жеткіздім бір кезде. За одоо та бүхэндээ дараагийн ярилцлагаа хүрэхэд бэлэн боллоо. За цагдаагийн бэлтгэл хурандаа Кастергүй яг одоо бид хоёр зэрэгсэж сууж байна. Энэ Ахмад маань 1976 оноос хойш цагдаагийн байгууллагад он удаан жил ажиллаж тэтгэвртэй гарсан. За одоогийн байдлаар хууль зүйн зөвлөгөө өгч бас салбарынхаа төлөө үнэнчээр зүтгэж яваа Ахмадуудын маань нэг дээрээс нь бас чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх ирээдүйн хойч үед маань үлгэр дуурайлал үзүүлэх зорилгоор бас өөрийнх нь одоо сонирхол гих үүднээс зохиолч яруу найраар бас хичээлж байгаа энэ ийм сайхан үлгэр дуурайлалтай буурлуудын маань нэг байгаа. Тэгэхээр би танаас бол Навурзын баяр гэж яг юу хэлэх вэ? Навурзын баярыг хизэнээс эхэлж тэмдэглэхээр болсон бэ? Одоо манай нэвтрүүлэг маань 21 аймгаар гарч байгаа. Таныг дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа манай арт түмэн үзэж байгаа. Тэгэхээр яг манай баярын талаар талыг хөрөнгө мэдээлэл өгнө. Дээрээс нь одоо 76 оноос хойш өдийг хүртэл ажиллахад энэ салбарын одоо ахис дэвшил таны ажиллаж байсан үеийн онцлог, одоогийн онцлог гэд энэ талаар та бидэнтэй яриагаа өрнүүлээч. Баярлалаа. За би 1976 оноос хойш шүүх прокурор цагдаагийн байгууллагуудад тасралтгүй ажиллаж байгаад 2007 оны 1 сарын 1-ээс Гавьяаны хамралтанд гарсан. За ингээд тэтгэврт гарснаас хойш бас зүгээр сууж болохгүй бас улсын хорондоо арт түмэндээ бас хууль зүйн талаар зөвлөгөөх ажлаа үргэлжлүүлэн хий гэж бодоод 2008 оны 8 сараас эхлээд хууль зүйн туслааны төвийн ахлах улсын өмгөөлөгчөөр одоо хүртэл тасралтгүй ажиллаж байна. За би одоо 76 оноос хойш шүүх прокурор цагдаа одоо өмгөөлөх байгууллагад ажиллаж байгаа учраас энэ хуулийн байгууллагын ажил бол жилээс жилд сайжирч байна. За манай энэ аймгийн эрүүгийн нөхцөл байдал хэвийн хэмжээнд байна. Хэрэг зөрчил гаралтай бол манай аймаг бол улсын хэмжээнд хамгийн бага хэрэг гардаг аймгийн тоонд ордог. Манай аймгийн хуульчид энэ гэмт хэрэгээс урчин сэргийлэх түүнийг таслан зогсоох талаар susулдгүй сайн ажиллаж байна гэж хэлэх байна. За би энэ Навруз баярын талаар товчхон ярив гэж бодож байна. За Навруз гэдэг үг бол Иран хэлнээс гаралтай. Нав гэдэг нь шин,
роз гэдэг нь өдөр гэсэн үг. За өөрөөр хэлбэл одоо монголчлох юм бол шинэ өдөр гэсэн одоо утгатай ийм баяр байгаа юм. За энэ баяр бол өдөр шөнө тэнцсэн одоо Казахын ард түмний шинэ жил буюу хаврын одоо баяр гэж нэрлэгддэг. За Навруз баярын гол үедээ шүүс бол Навруз көшөө гэж байдаг. Навруз көшөө гэдэг маань Навруз шөл гэсэн үг. За энэ Навруз шөлөнд 7 төрлийн одоо хоол ордог, орно. За энэ бол ус, давс, мах, өөх тос, гурил, тэгээд одоо цагаан будаа их мэтлэнгийн 7 төрлийн одоо орж иж ингээд сайхан амтлаг шөл уудаг. За энэ Навруз көшөөг бол эхлээд манай Казахын ард түмэн бол хамгийн өндөр настай айлд ирж тэр айлд одоо айлын хүмүүстэй солгоод тэгээд тэр айлаас Навруз көшөөг уугаад тэгээд дараагаар нь одоо дараагийн насны ирэмбэр одоо айл хэсэж одоо Навруз шил уух ёстой. За ер нь дуншаар бол одоо 40 гэрээс Навруз көшөө уусан хүн бол одоо тэр жилдээ одоо баяр баясгалантай сайхан байдаг гэж үздэг. За Наврузын баяраас өмнө манай Казахын ард түмэн бол ямар ч байсан өөршилгүй мөн одоо бусдад гомдсон бол тэр гомдлоо одоо тайлсан уушлал одоо бие уушлсан байдаг. За Наврузын өглөө одоо 3 сарын 22-ны өглөө бол эхэлж гарах нарыг хардаг. За нарыг харсны дараагаар одоо эрэгтэйчүүд хоёр гараараа одоо хоёр гараа бивэд юу ягаад тэгэж чэжээ хөргөж мэндэлдэг. За энэ бол одоо эрүүлэнхийн эдгэлтэй ийм баяр байгаамаа. За тэгээд Навруз баярын үеэр янз бүрийн тоглоомууд явагдана. За жишээлбэл одоо үндсний тоглоомуудад тоглоно Алтбахан гэж байдаг. Наадга. Тэгээд Алтбахан тоглоно. За мөн шага одоо сүү хайн гэж байдаг. Одоо Монголын ард түмэн ч гэсэн бас байна шүү дээ. Энэ мэтлэнгийн тоглоомууд байна. Тэгээд тогсголоохоос эсвэл одоо төсний тоглоом байна. Энэ тоглоомуудад тоглодог. За тэгээд бас Навруз баярын нэг онцлог бол одоо ядуу зүдүү амьдралтай улсуудад тусалдаг. Одоо бусад аймаг сумдууд бол тэр сумын хамгийн ядуу айлд бол тусалж одоо янз бүрийн тусламж зөвлөдөг ийм заншил байдаг юм аа.
Bismillah, Құдайым жарылқасын, тілеген тілек қабыл болсын. Келе жатқан әз наурызымыз халқымызға береке бірлік, байлық әкелсін. Үстіміздегі жылы халқымыздың тыныштығын сақтап, ел іргесі берік болып, аймағымыздың халқы байлық берекесі аса берсін. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Үстіміздегі жылы ел азаматтар аман болсын. Бол сияқты жігіттерімізге ұзақ жас жасауды Алла тағала нәсіп ете көрсін. Алла акбар. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. İlahi omin desem güne bata, uyalasın otbaslarınızga Kıdır ata, Kıdırınız kıyalasın, perişteniz uyalasın. Allah жалпы халқымның отбасына амандық берсін, денлеріне саулық берсін, бастарына бақыт берсін, кетпес тырысын берсін, кең бейлін берсін. Жортқанда халқымның жолы болсын, жолдасы Қыдыр болсын, алдары ашық болсын, маңдайлары жазық болсын. Алладан рахым тейсін, пайғамбардан шапағат тейсін. Алла мың бір ат пәлесінен сақтасын, жүз бір ат қатерінен сақтасын. Жақтарыңыз түскенше Алла жаманшылық көрсетпесін. Алла жерімізге рыс берсін, халқымызға бақ дәулет берсін, отанымыз аман болсын, жақсылық заман болсын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, наурызымыз құтты болсын, аман болсын. Жалпы қарияларым, малмен бастарыңыз, жүзге келсін жастарыңыз. Келесі жылғы, ескі жылғымыз естіркеді, жаңа жылымыз жарылқасын. Келесі жылғы осындай наурызымызға осы отырған қарияларымызды, аға бауырларымызды, туыс туғандарымызды аман есен қауыштырып, осындай жақсылыққа бөлеле беруді Алла нәсіп етсін. Барлықтарыңызды күліп алып, бүгін мына қарияларды қуантып жатқан болды бауырымыздың отбасына амандық берсін, деніне саулық берсін, басына бақыт берсін. Еңбегі зор болсын, табысы көп болсын, оңбаяқсы жоқ болсын. Бала шағасына, отбасына ұзақ ғұмыр жас берсін, таусылмайтын ас берсін. Аллаху акбар. За энэ өдрийн сайхан ингээд нэг сайхан үдшинд оролцож байгаа үй тэнгийн Ахмад буурлууд болон ахын дүүс Монголын ард түмэнд тэр дотор Баянгилгээ аймагт орсон суугаа Тува дөрөвт Уранхай үндэснүүд одоо Наурзын баярын халуун мэндэлгээ дэвшүүлж хамгийн сайн сайхан бүхнийг бүсэн яриа. За Наурзын баярын тухай сая миний урд ярьсан улсууд тодорхой ярьлаа. Энэ бол хаврын баяр, ард түмний эв санааны баяр, эв нэгдлийн баяр, өдөр шөнө тэнцсэн, амьд бүхэн амилсан, амьга бүхэн ам орсон ийм одоо сайхан өдөр шөнө тэнцсэн, эрдний суламжлагдаад ирсэн дорны ард түмний мусульман үндэстнүүдийн тэмдэглээд ирсэн баяр. Манай аймгийн хувьд бол манай аймагт орсон суугаа Тува дөрвөд хаалх Уранхай ард түмэн бол хамтраад олон жил ахын дүүс өвөг дээдсүүд одоо тэмдэглээд ирсэн. Наурзын баяр 90 оноос хойш хэлбэр дөрс агуулгын хувьд бол улан боловсронгой болж нэгдсэн үндэсний байгууллагын ЮНЕСКОгийн ард түмний соёлын өвөр бүртгэгдэж бүр одоо боловсронгой болоод өргөн дэлгэр нийт одоо дэлхийн ард түмнүүд тэмдэглэдэг болсон. Наурзын баяр манай цагаан сарын баяртай адилхан Ахмад буурлуудаа эхэлж одоо сайн сайхны өгсөн өрөөд залуучууд нь одоо мэдчилдэг, золгодог, сайн сайхны өгсөн өрөөдөг. Ийм л одоо баяр ямар ч үндэсний баяр одоо сайн сайхан бүхний өгсөн өрөөж байдаг. Наурзын баяраар муухай бүхнийг мартдаг, сайн сайхны төлөө явдаг. Ийм баяр бие биендээ гомдсон улсууд байдал гомдлоо тайлсан ийм л одоо баяр. Сүүлийн үед бол манай аймаг даяар аймгийн ард түмэн бүгдээрээ хамтдаа нийтээрээ талбайд гарч бүр одоо ёслол төгөлдөр тэмдэглэдэг болсон. Би нэг ганц юм дурдаад яри. Биднийг баг байх үед бол айл өрх болгон көжөөгөө бэлдээд одоо сая манай улсууд ярьлаа шүү дээ. Наурыз баярын хамгийн одоо
өргөн хэрэгэлдэг дээс идэн бол 7 төрлийн идэ буда нэмсэн одоо шөөл байдаг. Энэ шөөлөө айл болгон хийж хаалга төвжөлгөө онгорхоо хайж өөрснөө ахан дүүсээр ингээд айлслаад явдаг. Айлслаад ямар ч хүн тэр айлд ороод ирсэн көжөнд бил тэрнээ самсаад л ингээд одоо дамжаад явдаг ийм баяр байсан. Одоо үед бол бас сайхан боловсронгуй болоод энэ гэрээр тэмдэглэж ахан дүүсээр одоо айл хотлоороо тэмдэглэдэг болоод их удаж байгаа. Манай одоо 90 оноос хойш Монголын ард түмэн бүх 21 аймаг одоо Казах ард түмэнтэй одоо хамтраад тэмдэглэдэг болсон. Сая одоо манай засаг дарга дурдлаа. Төрийн өдөрлөгөөр заавал ирээд оролцдог. Манай Казах түмнийг дэмжиж ийм л одоо нэг онцлогтой баяр юм аа. Ингээд л одоо энэ баярыг тохиолдуулаад нийт ард түмэнд болоод манай баян үлгэрчүүд сайн сайхны өсөд иржви жил одоо хамгийн сайн сайхныг одоо ард түмэнд бэлгэлсэн, ард түмэнд өгсөн өгөөжтэй жил болосоо нийт ард түмэнд одоо инг тайван сайн сайхныг өсөд та нөхд одоо энэ үдшийг зохион байгуулж байгаа Самбар өгөөж компани хамт олон Самбар өгөөжийн захирал нөхөр болдог. Энэ Саяан телевизийн хамт олонд энэ суулж байгаа Ахмад Буурлуудын өмнөөс бас ажлын амжилт хүсээд урд удаанаас л сайн сайхан амьдрахын ёроолыг дэвшүүлье. Баярлалаа. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің бағдарламамыздағы ең қарт ана, ең асыл ана бұл 97 жастағы Шарипа апамыз. Осы Шарипа апамыз бұрын денсаулық саласында жұмыстап жүріп, құрмет демалысына шыққан, және де 5 түрлі көліктің тізгіншісі болып жұмыстаған. Енді еркек адам болатын болса, бұл кісі 8 қырлы, 1 сырлы дейтіндей, қолынан келмейтін нәрсесі жоқ. Осындай аяулы да сыйлы қарт анамыз. Осы қарт анамыздан бүгін біз бағдарламамызға арнайы шақырып, бата алайық деп едік. Ең алдымен өзін таныстырып, сосын осы біздің осы барша осы араға келіп отқан қонақтарымызға өзіңіздің батаңызды берсеңіз. Екі әйел 20 күн жолашып оқыдық. Екеміздің де күйеуіміз жолашы болды. Сол істеріп жолашы болып, сонан сын беріп, емілгіден ескі жарыс ұстадым. Қыр шақыруына. Оған бір талай жүріп, онан кейін жарың құрғы деген мәшин алдым. Тағы емілгінікі. Онан сол Қараралға жүріп, Қараған тас, Асқынтыға жүріп, Қарағай тас, көмірге жүріп, көмір тасып тұрдым. 2 мостылы мәшине болатын ол. Онан кейін сол жүріп жүргенде ырымдар шақырып жатыр дейді. Ырымдарға бардым аймақта. Барып едім, сізге бір жаңа мәшине бергей тұрмыз. Бұлғынбай деген жолаш әкебет қаладан. 300 мың ғана жүрген, соны сізге беремін. Дарығыңыз бүлсін деді. Сосын алайын дедім, кілтін берді. Бүлсінді жаным ертіп берді. Сол мәшинені көп ұстадым. Әдемі жаңа мәшине болды, өзін сәндеп, тазалап, қонап күліп, алдымның бәрі сөйтіп ұстадым. Сонан бір ноғынырдан бір зарықшын қазақ деп, енді жамандақ қойайын. Қыстың күні мұна кісі әйел адам жүр алмайды, тұғы жарылады, сөнік балады, мұнаны ауыстыру керек. Еркек адамға береміз деді. Сосын мен бермеймін дедім. Өзім жақсы ұстап келем, неше жыл қыстада жүріп келгем, іштеме қиыншылық көргем жоқ, мәшинемді бермеймін дедім. Жоқ, ол болмайды, бересіз, сіз қачетқымен әйел адамсыз, біз қатты-кәттіге жұмсаймыз деп сөйтті. Сосын кім деген кісі, имақат деген кісі, сіз енді қайтен соған қарыстып. Сізді Абдымұқұлыққа ауыстырайық. Абдымұқұлық алыңыз. Кішкене балаңыз бар, 2 бірдей. Қаланың ішінен дед. Сосын Абдымұқұлығын алдым. Трестіде болдым. Оның саудасын істедік. Онан кейін мына ет сататын жердің бәрін ет, тері түсіріп сонда болдым. Онан кейін
Кішкенеме қарап, оның сол жаңа бір болып қалды. Емілген үште уақытта өзіміздің күйеу еді. Ол шақырды. Сосын соған барып, ол болгын ұстап, 10 жыл ұстап, содан теткөрге, 77-ші жылы теткөрге шықтым. Осы енді сіздің жаңағы сөздеріңізді тыңдап отырсақ, бәрі ауыр техника болыпты. Қанша әйел адам болсаңыз да, сол еркек адамның техникасы сізге қиын тимеді ме? Қалай ұстап жүрдіңіз? Енді сондай Алланың жақсылығы болды ма? Сондай тұғым жарылып, сондай қиналып, далада қалып көрген жоқ. Бір рет далада қалдым, мына орықты да біреу мені майлап ап, үйін көшіріп. Сонан апарып тастап, орықты да барым өстіге шығарып, бензенім таусылып, түнде жаяу бір бала қосып берген, кішкене бала. Ала кетіңіз деп. Ол бензен таусылады дегеніміз жоқ. Ағыны алып келдім, ана Қарағандыға келген бензен таусылып қап. Қыста яғы баланы жаяу көтеріп келдім бөлгейге. Сонан қиын көргенім сол болды. Сонан сол кабинегін алғанда 6 сеселіктің отын суын, тамағын, бәрін қанымдайсың деп ұрымдағы өстіп берді. Жарайды, көп рахмет. Осы біздің қазір осы араға келіп атқан қонақтарымыздың бәрі сіздің бауырларыңыз, сіңілдеріңіз екен. Осы кісілерге өзіңіздің бастарыңызды берсеңіз, және осы біздің Наурыз мейрамына арнайы жүріліп жатқан бағдарлама арқылы өзіңіздің туыс туғандарыңызға, бала-шаға, немере шөберелеріңізге сәлем жолдаңыз. Енді сәлемді айтайын, енді мен сәлемді де көп білмейтін адаммын. Сөзге чошқаға демедім, енді мына келген қарттар, өзім секілді кәрі жас, барлығы келіп отыр екен. Мен мына болдының өзінде танымайтығым жас бар екен, үйінде енді көріп отырмын. Бәрімізді құрметтеп, бүйтіп шақырғанына, есін алғанына көптен көп рахмет.